Мысалы, көршімен көрші тұрған кезде жерде проблемалар болып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде айтады: "Айюма ражулин золама шибран минал арди бияминихи". Қайсы бір жаңағы адам бір қарыс жер, бір кішкентай қарыс жер болды, онандай бір мысалы. Сол бір адамның табанындай көлемде тұратын жердің несін. Кімде-кім соны дейді, ант ішіп барып, төресінің алдына барып, ант ішіп, мынау менікі деп өзіне кесіп алса дейді да соны. Негізі оныкі емес ол. Каллафахуллаху ан яхфираху хатта яблуға ахира сабиға арадин. Сендер әлі қабір барзах әлемінде дұрыс танымайсыңдар деп отыр ғой бізге хадисте. Сені жерлеп шығарып салғаннан кейін, егер де сенде осындай қылмыс болса дейді, біреуден бір табан жерін, мынау менікі деп ант ішіп, пара төлеп, мынау менікі деп біреудің жерін ұтып алған болсаң, Алла Тағала сені қабірде жүктейді дейді. Сол алған жеріңнің дейді, анау жердің ортасына, 7-ші қабатына жеткенше тескізеді дейді саған. Тескізеп, сосын сумма тахмилу турабаху илал махшар, ертеңгі махшар алаңына сол жердің топырағын арқаңа көтеріп алып келеді дейді. Міне, қалай көтересің, ол сенің проблемаң дейді ол. Сөйткен сен соған жаныңды сатқансың, енді ол сенен ажырамайды. Сөйтіп көтеріп алып келесің, хатта юхта байнан нас, адамдардың арасында сот аяқталғанға дейін соны көтеріп тұрасың дейді. Міне бүгінгі сүйген нәрсең ертең қандай қайғыға айналуы мүмкін да. Мен ғайяра худудал арди малғунун дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кім жаңағы көршісінің несіндегі жаңағы белгісінен артығырақ бүйтіп шекарасын өзіне кесіп сызып қойса, мынау менікі деп өтірік документпен келетін болса жерге, бұл адамды қарғадың дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені адам мен адамның арасындағы құқық деген қиын нәрсе. Көрдіңіз ғой? Умра ибн Зубайр деген радиаллаху анху сахаба айтып отыр. Бірде Аруа бинт Уайс деген бір әйел кісі, Саид ибн Заид деген жаңағы кісінің сахабалар. Соның Саид ибн Заидке тән жерді өзіне қарай кесіп дау шығарады. Сотқа бірінші жүгіріп барады да, ол кезде Маруан ибн ал-Хакам деген төреші болады. Сол Маруан ибн ал-Хакамның қасына барып айтады: "Мына Саид менің жерімді алып қойған, мен сол өзімдікін былай қарай алдым" деп жаңағы әйел кісі. Маруан шақырады Саидті: "Саид, не айтасың бұл нәрсеге?" Саид жаңа хадистерді айтады да, андай хадистерден кейін мен біреудің жерін алады деп ойлайсың ба дейді. Дәлеліңіз жеткілікті. Онда не істейсіз? Мен дауха ва ияха. Бұл әйелді де, жаңағы жерді де қоя салайықшы екеуін. Бірақ мен мына дұғаны жасаймын дейді. Келешектегі үмбет адаспас үшін дейді. Сонда мынандай дұға жасады: "Аллахума ин канат казибатан", я Аллахым, егер де мына әйел өтірік айтқан болса, қараңыздар, фа агми басараха, көзін соқыр қылсын мынаның. Уақтулха фи ардиха, сол қимай тұрған жерінде өлтірші деген. Сонда Урва айтады, жаңа хадисті жеткізіп отқанда: "Фараайтуха", сөзсіз мен көрдім ол әйелді кейін, "ғамя", көзі соқыр болып қалған дейді, "талтамисул жидара", қабырғамен жүреді дейді бүйтіп. Міне, "Ватақулу", әрдайым айтып жүреді дейді, "асабатни дағуату Саид ибн Заидтің дұғасы тиді қоймаған деп өстіп жүреді дейді да. "Байнама хия тамши фи дари", сөйтіп жаңа кесіп алған өзінің ауласында жүрген кезінде дейді, "маррат фи би'рин", жаңағы құдықтың қасынан өтіп баратып, "фауақағат фиха", құдықтың ішіне құлады да, "факанат қабраха", қабірін айналды дейді сол. Мен осыны өз көзіммен көрдім дейді Урва ибн аз-Зубайр риуаят етіп отқан. Сондықтан бұл адамның хақысы деген нәрсе, ол өте қиын нәрсе ол. Алла Тағала мүмкін өз хақысын таухидтан кейін қалаған құлына кешірер. Жаңа қандай бір күнә жасап қойса да, таухиды аман болса. Ал енді адамның хақысы деген ол мүлде жібермейді. Бұл қиын нәрсе. Сондықтан қазір бір-біріңізге оңай шығарсыздар, ұрса салғанға, тағы да басқа, ертең ең үлкен қиындық адам мен адам болады бір-біріне.
Көрдіңіз ғой. Сондай-ақ Анас ибн Малик айтады, мысалы қазір қоғамда сондай нәрселер кездесіп жатса, мектеп іргелерінде, колледждарда болуы мүмкін. Анас радиаллаху анху айтып жатыр, нахан набию саллаллаху алейхи вассалам ан нухбати. Аллахтың елшісі күшпен малды бүйтіп әкеле деп тартып алуды тыйым салды, осы нәрсеге харам қылды дейді. Сосын айтты дейді, мән интахаба фалайса минна. Кім бұлай тартып алса біреудің малын, ол менен емес дейді, болды. Содан бір күні Сағлаба ибн ал-Хакам деген кісі айтады, біз Аллах елшісімен бірге бір жаңағы соғыс жорықтарының бірінде едік. Ішімізде әлі де жаңағы дінді енді түсініп жатқан адамдар бар. Сонымен қатты қарнымыз ашып, тамақсыз қалған бір күніміз болды дейді. Сөйтіп келе жатқан кезде бір отар қойды көрдік дейді. Ол біздің жаңағы дұшпанның малы еді дейді. Содан бізді жаңағы мағына жеңіп, дұшпандыққа барып ала салмаймыз ба дедік дейді. Сөйтіп барып жаңағы мал тартып әкелдік дейді қойды. Қазандарды қойып астына отты жағып, сонымен жаңағы қазанға етті қайнатып жатқан кезіміз еді. Пайғамбарымыз саллаллаху жаңағы бір адамдар барып, осындай істеп қойып жатыр адамдар деп үкімін сұрауға барғанда, пайғамбарымыз саллаллаху келді дейді. Жаңағы қолында садағы бар, садақпен күллі қазанды төңкерді ғой дейді. Әрбір қазанның қасына келіп, ана жерге түскен етті топыраққа аунатады бүйтіп. Сосын айтады екен да, иннан нухбата лайсат би ахалла минал майтати. Өлексені харам қылған Алла, өлексенің харамдығы қандай болса, мына малдың, мына еттің харамдығы одан кем емес дейді. Өлексе жегеннен де өлексе жеумен бірдей деп жатыр ғой, мынау болды. Одан кейін жаңағы әл-майта уәддам, қан уәлахма хинзир, доңыздың еті дегендей нәрселер кете береді. Қалай ретке келтірген күллі нәрсені да. Күшпен тартып алу, мектеп іргесі тиын әкел деген нәрселер. Ол жаңағына балалар сияқты өседі сол. Келесі, сосын кейін жаман буын келеді деген нәрсе, содан келеді ол буын. Ол қайдан келеді ол? Өйткені оны ешкім тоқтатқан жоқ қой. Міне осындай жағдайлар, құрметті жандар, адамның хақысы өте қиын. Міне бұлардан кітапта серт алынған еді. Ешқашан Алланың атынан жала сөйлемеңдер. Мысалы мынандай нәрсе де болған. Алла айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва мин ахлил китаби ман ин таъманху биқинтарин. Ей пайғамбар, кітап иелерінің ішінде сондай бір жақсы адамдары бар дейді, әділ. Егер ол сенен үлкен малды қарызға алса, юаддихи илейка, келісілген күні толығымен әкеп береді дейді. Осындай салиқалылары бар дейді. Ва минхум ман ин таъманху бидинарин. Бұлардың ішінде тағы да мынандай бар, сен оған құр 1 теңге берсең дейді. Динар, 1 динар берсең де, ла юаддихи илейка, әкелмейді дейді саған оны. Осы жерден қарай берейік. Біреуміз қарыз алып, біреудің қарызын бермей жүрсек, бұл юдейдің мінезі дейді Құран. Болды. Сен сол мектепті жалғап жүрген біреусің деп отыр бізге. Бізге ұят ондай нәрсе. Қарызын алдың, апармай жүрсін. Саған әкелмейді дейді ол. Илля ма думта алейхи қойман. Қайта-қайта барып, қашан бересің деп тұрасың дейді үстінде міне. Қашан қайтарасың дегенде. Ол кейін қайтарам дей береді ғой. Сол күндердің бір күні тіпті былай деп айтады дейді ол. Лайса алайна фил уммиина сабилун. Сендер жаңа біз Алла Тағаланың біз балаларымыз, біз таңдағандарымыз, сүйіктілеріміз. Соқтан Алла Тағала бізге сендерге қатысты ешқандай жауапкершілік міндет деген жоқ. Бермесек те болады сендерге деп айтады дейді. Бұл сөзді қайдан алдыңдар? Ва яқулуна алаллахил казиба ва хум яъламун. Раббымыз солай айтқан дейді. Алла Тағала бізге солай айтқан деп Алланың атынан өтірікті жаудырады дейді міне. Көрдіңіз ғой. Сондықтан қарыз алдың ба біреуден, апарып бер оны. Өліп қалсаң қайтесің сол күні. Көрдіңіз ба? Сен егер бір бауырыңнан қарыз алып, сосын соны апармасаң, сен оған күлгенің ғой. Ал енді сен соған күліп, соны төмен санасаң, Алла Тағала сен дәрежеңді көтереді деп тұрсың ба? Дәл сондай мәмілені жасайды. Көрдіңіз ғой. Сондықтан байқау керек те бұл нәрселерде. Біреудің хақысы деген нәрсе.